Сіз бизнесменсіз. Мына кітапта бизнесмендерге айтылған өте супер кеңес бар. Қазір сол туралы айтып берейін. Бәрімізде уақыт шектеулі екенін білеміз. Барлығымызда бір күнде 24 сағат. Егерде сізде 25 сағат болса, комментке жазып кетіңіз. Сізбен хабарласайық. Енді ол уақытты біз тиімді пайдалану керекпіз. Принцип Парето дегенді естіген боларсыз. Егерде естімесеңіз, қазір түсіндіріп кетейін. Бұл 80-20 сандарының қатынасы. Мысалы, сіздің 20% действияңыз 80% результат алып келеді, немесе сіздің бизнестегі 20% товар 80% табысты алып келеді. Енді бұл кітапта принцип Паретодан кішкене тағы да әрі қарай жылжыған, яғни сіз 20-ның 20%-ын жасайтын болсаңыз, бұл 80-ның 80%-тік результатын алып келеді. Кішкене қиын болып кетсе, әрі қарай тыңдаңыз. Сонда біз 24 сағат бойы барлық істермен айналысудың орнына тек қана 4%-дық действияны жасайтын болсақ, бұл сізге 64%-дық результат алып келеді. Яғни, сіз бизнесте өзіңіз бухгалтер, өзіңіз маркетолог, өзіңіз продажник, өзіңіз операционкада жүгіріп жүрсіз, өзіңіз клиенттермен сөйлесесіз, өзіңіз қағаздарды шығарып жүрсіз, өзіңіз кабинетті жуып жүрсеңіз, онда керек емес. Сіз айналыспайтын задачаларды басқа адамдарға делегирование жасаңыз, яғни басқа адамдарға беріңіз. Мысалы, маркетинг отделін осы кісіге берсеңіз болады. Сондықтан да 24 сағат ішінде барлық нәрсемен емес, тек қана 64%-тік табыс алып келетін, результат алып келетін, тек қана 4%-дық жұмыспен ғана айналысыңыз. Өйткені сіз бизнесменсіз, ал бизнесмен бұл стратегиялық задачалармен айналысу керек. Оның басқа задачаларын басқа адамдарға бөліп бергені абзал.